Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей ер бүгінгі Free Fire Battle Royale ойынынан видеоны жалғастырамыз. Видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей, бүгін біздерде өте кереметтей кино болғалы жатыр. Енді бұл кино ең бірінші достар, видеоның басында айтып қояйын, бұл кино менікі емес, Лорд Ахмет дегендікі. Оригинал ссылка описаниеда болады достар. Енді оны да кіріп тамашалап кетсеңіздер болады. Оригинал, но бірақ енді оған түк түсінбейсіздер, себебі ол басқа тілде, ал мен қазақ тіліне аудардым. Сол енді еңбекті бағалап, лайк басып, және де арнаға тіркеліп, қасынан шыққан қоңыраушаны басып кетіңіздер достар. Кімде-кім лайк баспай, подписка жасамай көріп отырса, давайте лайк басып, арнаға тіркеліп, қасынан шыққан қоңыраушаны басып. Бұл деген маған видео түсіруге үлкен мотивация береді. Және де достар, қандай видеолар шықсын, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл кино 1-2 бөлім болу керек шамасы. Енді өзім де білмеймін, мен де түсіріп жатырмын. Ендеше видеоны бастаймыз достар. Ендеше шай-пай дайындап көре беріңіз. Достар, видеоның басында мен сіздерге өзімнің турнир жасап жатырмын. Қазақша турнир, яғни қатысу бағасы 100-ақ теңге. Бірінші орынға 1000 теңге, екінші орынға 800 теңге, үшінші орынға 500 теңге беретін боламыз. Ендеше маған ВК-ға жазыңыздар достар, қатысам деушілер. Бұрында бір жұмысшы нуб болады. Ол нуб өзінің, яғни бастығына атпен шауып бара жатады бір күні. Оның бастығы неде болады? Клок Тауэрда болады. Сөйтіп ол өзінің бастығына қарай бара жатады. Атпен шауып бара жатады. Сөйтіп атымен осы жерге тоқтайды. Сөйтіп атынан түсіп, өзінің бастығына қарай жол тартады. Яғни өзінің бастығына қарай бара жатқан кезде алдынан бір кітап көріп қалады. Бұл не екен деп барып, ол кітапты деп қарап тұрады. Алсам ба екен, алмасам ба екен? Ай, жарайды, алайыншы, көрейін не екен деп, ол кітапты алады. Кітапта қараса, бұл кітапта жазылған сөзді оқысаң, шайтан шақырады деп жазылған екен. Соған ол күле бастайды. Ха-ха, бұл өтірік қой. Ой, есі дұрыс емес, адамдар не жазып тастаған? Бірақ та оқып көрсем бе екен, деп біраз ойланып қалады. Бастығыма барайын ба, әлде оқып көрейін ба? Оқып көрсем бе екен? Бірақ бұл өтірік сияқты, себебі бұл шайтан деген шын өмірде болмайды ғой деп күле бастайды. Сөйтіп, бірақ та оқып көре салайшы, әлде сәл кешік барсам бастық ештеңе демейтін шығар деп күліп сөзді оқиды. Сол кезде артынан шайтан пайда болады. Сөйтіп, қан шайтан жоқ қой, ешқандай шайтан жоқ деп артына қарап қалған кезде шайтан тұрады. Сөйтіп ол талып қалады. Я, айта беріңіз, сіз мені шақырдыңыз ба дейді. Сен кімсің дейді. Сен мені шақырдың ғой дейді. Мен сен шақырған соң келдім деп айтады шайтан. Сөйтіп ол қаша жөнеледі. Ол дегенің артына қарамай қашып, үлкен жерлерден секіріп болсын ештеңеге қарамастан қашады. Себебі ол өте қатты қорқып кетті. Ол сөйтіп неге қарай, фабрикаға қарай, факториге қарай жол тартады. Сөйтіп шайтан бұл қайда кетті бара жатыр? Бәрібір де мен сені тауып аламын дейді. Сөйтіп ол қаша жөнеледі. Қаша береді. Факториде бүкіл бастықтар жиналып тұрған екен. Сөйтіп оларды көреді. Оларға барады. Сөйтіп барып тұрып айтады, сізге не болды ханым дейді. Ештеңе жауап қайтармайды. Ал сізге не болды дейді. Ол да жауап қайтармайды. Ал сізге не болды дейді. Ол да жауап қайтармайды. Барлығы жылап жатыр екен. Сөйтіп ол не істерін білмей, кімге сөйлерін білмей, ол да жерге жатып алып жылайды. Сөйтіп барлығы жылай бастайды.
Сөйтіп ол тұрғаннан кейін барып кетіп қалады ол жерден. Себебі оған ешкім жауап қайтармайды. Сол уақытта бағанағы кітапты бір қыз тауып алады. Ол қыз бұл кітапты кім тастаған бұл жерге? Ай, адамдардың шығармайтыны жоқ ай. Бұндай өтірік заттарды неге шығара береді екен? Шайтан деген шын өмірде болмайды ғой деп жайлап кетіп бара жатты. Сөйтіп кетіп қалады. Сөйтіп бағанағы нуб яғни келіп кітапты іздей бастайды. Кітапты таппайды, ары іздейді, бері іздейді. Кітап жоқ. Кітапты еш жерден таппайды. Сөйтіп жылай бастайды. Енді достар, біздерде осындай видео болды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, және де қасынан шыққан қоңыраушаны басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Келесі бөлімде қандай қызық жайттар болатын. Бұл қателеспесем 3 бөлім болады. Шынайы видео описанияда, яғни оригинал видео описанияда. Ендеше сіздермен бірге болған достар, давайте амандықта жүздескен.